Мен сіздердің назарларыңызға эссе жазудың тиімді жолдары мұғалімдер мен оқушыларға арналған әдістемелік оқу құралымыздың мазмұнымен таныстырмақпын. Жоғары жағында көріп тұрғандарыңыздай, Ыбырай Алтынсарин атындағы Ұлттық білім академиясының қолдауына ие болған. Авторлары Бөлкенбаева, Тусупханова, Туткушева. ISBN-і бар, пікір жазылған, УДК кәдімгі талапқа сай алғы сөз және оның ағылшын тіліндегі аудармасы. Мына жерде Ыбырай Алтынсарин атындағы Ұлттық білім академиясында қорғағаннан кейінгі хаттаманың көшірмесі, яғни таратылуға рұқсат етілді деген сараптамалық шешім. Кітапты алған болсаңыздар көре аласыздар. Мына жерде пікірі жазылған ғалымдардың, яғни қандай ерекшелігі бар екен атап көрсетілген. Мына жерде аудандық білім бөлімде қорғағаннан кейінгі хаттаманың көшірмесі, өрлеу біліктілікті арттыру институтының қызметкерінен пікір. Енді мазмұнына келек, мектеп бітірушілердің қорытынды аттестаттау қалай ұйымдастырылады, сол жайында ақпарат берілген. Себебі эссе сол мемлекеттік емтиханда жазылады ғой. Эссе туралы біз не білеміз, эссенің шығармадан айырмашылығы қандай, эссе жалпы қалай жазылады, эссеге қалай дайындау керек, яғни бұл әдістемелік құрал оқушыға да қалай пайдалы болса, мұғалімдерге де сондай көмегі бар. Қосымша мәліметтерді қайдан алуға болады, эссе жазуда әдістер, бәріміз көп адам білмей жатады, аналогия, ассоциация, ой толғау, баяндаудың түрлері, қалай жүзеге асыруға болады, осыны көруге болады. Эссе қалай бағаланады, қандай балдармен жүзеге бағалауға болады, және ағылшын тілінде түсініктеме берілген. Әрі қарай бағдарлама эссе жазып үйренейік авторлық бағдарламасында енгізген болатынбыз. Бұл бағдарламаның ерекшелігі 11 сыныптың оқушыларына 11 сыныпты аяқтар кезде эссе тақырыптары жылда өзгеріп отырады. Сондықтан да бұл жерде де солай. Бағдарламаның мазмұны өзгеріп отырады. Жұмыс дәптері мінеки қандай мазмұны бар, қандай ерекшеліктерге ие көруге болады. Сосын мұнда сабақ жоспары да берілген. Және ең құндысы мұнда көп сұранысқа ие, талапқа сай жазылған, құрылым кестесіне салынған, сөз саны ескерілген көптеген эсселер бар. Эсселер ағылшын тілінде де жазылған эсселер бар. Назар салсаңыздар, мінекей, жігіт қандай болу керек, Ыбырай Алтынсарин дала қоңырауы, бүгінгі күннің әжелері, адал дос пен арам дос, оқушылардың жазған, өзіміздің авторлардың жазған эсселері енгізілген. Мәдениеттің мәйегі кітап, бақыт деген не, кеше, бүгін, ертең Шортанбай Қанайұлының шығармашылығына байланысты көре аласыздар. Бір сөзбен айтқанда, мазмұнды, жинақы, жүйелі жасалған әдістемелік құрал деп өзім есептеймін. Рахмет назарларыңызға.